Да, все хорошо у меня, сам как. Мы бродяги, мы бродяги, мы бродяги, мы по жизни бродяги. Жизнь наша жестянка. Жизнь наша жестянка. Жизнь на выживание. Она на цыпочках идет, ей тоже трудно. А что, берег закрыл, да, эфир? Ага. Спать лег, отдыхает. Че там, ребята, отдали ответ, нет? Не, пока занято, походу. Ты кому из них написал? Да, кому-то из них написал. Я не знаю их, да? Наверное, знаешь. Я же только Жатку знаю. Забабека и этого Ильдосика. Только здесь не надо говорить. Ильдосик красавчик. У него голос поставлен. Если бы он выступал еще, то он за кадром говорит, у него внешность хорошая еще. Ему не, если не разговаривал по этому поводу, у него других дел хватает. Когда обычно у него время есть, он пишет. Просто не беспокою их. Да, красавчики они, блин. Они на самом деле большую работу проделывают. Работа с ячейками, вот ты вообще это колоссальную работу проделываешь, братан. Постоянно быть на связи нужно с людьми. Это дорого стоит, братан. Да. Да. Здесь по кайфу люди рыбаются, на великах катаются, отдыхают. Так. Вон лодки стоят. На лодке захотел, поплавал. Причалили вот эти лодки. Стоят. Это где, Брайтон-Бич, что ли? Манхэттен-Бич. Возле Брайтон-Бича. Манхэттен-Бич, где вот эти богачи живут одни. Я так думаю, что вот эти богачи, мне, правда, говорят, что тут живут там хирурги, там всякие там этот. Но тут еще, скорее всего, и коррупционеры тоже живут, бывшие. Манхэттен-Бич, это же за Брайтон-Бичем, правильно? Да, вот она. Я знаю, там азербайджанские кафешки есть, армянские. Здесь большинство из России живут. Генералы, ФСБ, военные. Да, вот. Действующие и бывшие здесь понакупали домов. Все здесь живут. Да. Вот смотри, дом моей мечты, братан. Офигенный дом. Красивый, смотри. В современном стиле сделанный. Построили его недавно. Дәурен Америка қалай барса болады, самолет отырып келсеңіз болады. Дәурен қалайсың, Дәурен? Пойдет. Америкаға қалай барамыз? Қалай барсақ болады жұмыста? Өте аламыз ба, өте алмаймыз ба? Білмедім уже. WhatsApp, Telegram группалар бар, консультация беретін. Соларға барасау. Қалай қосыламыз оларға? Телеграмнан іздеп көріңіз. Америкада қазақтар или казахи в США деген сияқты ма, сондай группаларды.
Соларын сұрап көру керек па? Иә? Мынау Дәурен Телеграм деген сенікі ма? Аха. Телеграмға кіру керек па ол үшін? Телеграмды қалай қолданатынын білмейсіз ба? Менде бір аштырған бір Телеграм ше, бірақ ары қарай білмейді екенмін соны. Енді ютубқа кіріп, как пользоваться Telegram деп жазсаңшы, как пользоваться WhatsApp. Қазір менде жоқ қой Телеграм. Может, в бассейн сходить, Гаум, как думаешь? Тебе? Ага. Сходи, что? Да вот на улице бассейн. Не дают гостиница, да, я сижу в гостинице, машину просто чинят. Да, сходи, покупайся, кайфани. Покажи, как ты кайфуешь. Смотри, какая тачка стоит. Ну-ка. Легенда. Легендарный Жук. Они его поставили с 18-го года, он стоит, короче. 7 лет просто так стоит. Не ездят, просто поставили для красоты возле этого дома. И все. С учета сняли, номеров нету. Ага. Зеленский ма, Зеленский. Эй, товарищ, Порнуха, говоришь? часик. Давай порнуху посмотрим. С кем ты общаешься, Гаум? Да, со всякой швалью, там. Сюда заходят. Отброски общества. Ғалым баспақ кетеді ғой ол. Айқайлап. Гаум, ты сколько в Америке уже? 3 года, да? Да, больше 3 лет, да. Уже 4-й пошел. Ты духовно вырос, да? Здесь много чего понял, да? Ой, братан, это, знаешь, вот я бы все отдал, а я и так все отдал, чтобы это понять. Мне пришлось вот всего лишиться, чтобы это понять, понимаешь? Ну, у меня было понимание, да, как бы, ну, когда я жил, там, я людям любил помогать, там, туда-сюда, вот, но окончательное такое серьезное понимание пришло ко мне именно, когда я вот пережил вот эти все моменты в шелтере, когда я пожил, каждый день вот эти концерты посмотрел, знаешь, видел, как люди между собой ругаются. Ну, Чё, вот зачем ругаться, зачем конфликтовать? Что они делят между собой, понимаешь? Думаю, вот за идею там можно, да, там в парламенте где-то, да, ну, топить там, да, ругаться, да. Вот. А здесь, ну, обычные тараканы, короче. Такие, знаешь, как борьба с ветряными мельницами. Я сейчас на многие вещи вообще перестал обращать внимание. Оскорбления вообще не реагируют, да, пускай оскорбляет, я его тоже могу оскорбить. Ну, то есть... не знаю. Только вчера матерился же. Братан, ну, я же отвечаю. А так, я сапожник, как сапожник, матерюсь, да. Ну, я же на улице вырос, братан. Почему сразу сапожника обижаете? Я же, братан, я на улице рос, и для меня это как салам алейкум, знаешь. Не, ну, я тоже на улице рос, как бы. Но я не даю газу. Когда я один могу.
Или там с кем-то очень сильно. Ну, если человек сам начинает, это... Я же говорю, один чувак в Америке позвонил, начал материться, я его тоже встречник как дал, он раз тормознул, видимо, про себя бы, наверное, подумал, ты же, чувак, не материшься вроде как, я в ТикТоке слушаю. В личке я могу конкретно поматериться, почему бы нет, я же тоже человек. Но здесь общество, здесь сидят много людей, разные люди, ну, слушают, да, в гостях, может, кто-то включил ТикТок, раз все слушают, там в гостях сидят, ну, неудобно же, я не имею права так делать в обществе. А так в личку, если кто-то звонит, начинает материть, я встречи могу тоже встретить. Чтобы человек понял, не из-за агрессии, не из-за этого, чтобы человек отзеркалить его, чтобы он понимал, вот как он выглядит, да, в данный момент. Позвонил, начал материться, я отзеркаливаю, чтобы он понял, что это нехорошо так делать. Ага. Ой, главное, как хочешь. Не надо. Себя сделай. Да, там попросил просто человек. М. Братан, я все-таки думаю, вот люди не абсолютные дураки же. Все-таки кто вот осознал, созрел, у кого вот пробуждение произошло, так скажем. И все равно все понимают, ну, даже если мы материмся, да. А я матерюсь сладко. Из моих уста выходят как матерки, как сладкие такие. Это ты так думаешь. Это ты так думаешь. У меня агрессии нету. Уалейкум ассалам. Біреуің машинада, біреуің гостиницада жатсың ба, Дәурен сен? Иә. Ана, Дәурен, кімнің несімен ұрысып жүрсің бағана? Ау? Кімнің эфирінде ұрысып жүрсің деймін. Кіммен? Білмеймін ғой, Дәурен деп отырды ғой. Не знаю. Біраз эфирге кіріп шықтым мен бағана ол бері. Талисманға кірдің ба? Иә. 7 адам ба, 8 адам ба, сонда отырған. Айтып отыр ғой. Жігітті, талисманның жігітті. Провокаторларын байқа сен деп, олар жүрген провокаторлар. Адамдар өздері шешеді ғой. Кім провокатор емес. Ұрысып кетіп, шығып кетті, Дәурен деп отыр ғой. Ауызды жаба беретін эфирлер жақсы көрмеймін мен ше. Мен кезекпен сөйлеймін, спокойно. Бірақ соның өзінде ауызды жабатын эфирлер қызық емес уже, қызық болмай қалды маған. Кімнің эфирі болса да. Ана кім Лейғыз ба, соның эфирінде отыр едіңіз ғой қазір. Мен кіргенде ана не туралы білейін дегім ол, тарихпен айлансады ғой көбінесе, тарихшы. Оғыз ба? Иә. Тарихшы ғой. Бағана эфирлерді не әңгіме болып қалыпты, сонымен мынау Керей Жәнібек. Әлгі хандық тастағанда киносында Ленин бойында сайланады да. Соған біраз жігіттер айтады, ол ойырды емес, анаяқта, мұнаяқта киноға сенбе деп. Мен ешқайсымен спорласқан жоқпын, өйткені мен өзім анығын білмеймін ғой. Білмегеннен кейін мен хақым жоқ спорласуға. Соған айттым да, давай соны анықтап бер деп. Оның ана тарихшылар бар ғой, бүткіл мынау Қытайда, Түркияда, жан жақта. Өздерінің группалары бар тарихшылардың. Соған айтып. Өтірік тарих па сонда оларда? Киноға сенбе дейді да. Неге сен дейді енді? Білмеймін. Анаяқта оған, мұнаяқта оған деп. Нағыз тәуелсіздік алмай, тарихтан да біраз спор шығатын болды. Қайта. Өтірікші тарихшылар көп дейді. Просто тарихта тарихшы профессионал ретінде зерттемегеннен кейін барып, ананікі дұрыс, мынанікі бұрыс деп айта алмай жатырмын. Поэтому біреу тарих туралы айтса, мен килікпеймін, просто тыңдап отырамын ше.
кейде өзіме ручканы аламын да түртіп қоямын бір қызық жер болса. Сөйтіп сол жерде бір отдельно видео ретінде или статья ретінде өйстіп бос отырсам оқимын, оқи алсам. За рулем болсам оны көбінесе тыңдаймын. А так білмеймін, спор көп, мен сол үшін айтамын ғой. Тарихшылар өңшін білесіз ғой баяда, кіріп ақыл үйрететіндер ше. Біздің қазақ рухани азғындаған, бізге идеология керек дейтін ше. Тарихтан бастау керек. Тарихтан сен қаяқтан бастайсың? Тоқаев орыстардың тарихшыларын әкеліп сен тарихын жазайын деп жатқан жоқпын мысалы. О тәуелсіздік алу керек қой, логично ғой мысалы да. Ол үшін кәдімгідей күресу керек, саяси активист болу керек. Тарихты қоя тұрып та бүгінгі күні күресу керек. Есі дұрыс адамдарды парламентке келген кезде миллиондап ақша бөліп, настоящий тарихты жазу керек дұрыс па? Сосын барып елдерге таратып, сол тарихты оқытса болады мысалы. Логично ғой? Түсінбейді. Бұғанға дейін де енді сол бұрмалап келді ғой тарихты. Мен де араласпаймын ғой тарихқа. Бірақ енді бүйірді ол енді хан сайланған рас. Керей Жәнібек хан сайланғаны. Ақ киізге салып көтерген рас. Бірақ киносында Ленин бойы деп тұр да. Енді оның зияндығы жоқ шығар. Ол Ленин бойында ма, болмаса анау жаңағы Аралдың бойында ма мысалға. Ол хан екені факты ғой енді. Бүйірден өтірік жоқ па деп тұрмын мен. Анау түркімен басшы бар ғой, қазіргі баласы, позорный, әкесі де позор, өзі де позор. Екі тупой. Сол Монғолияның президентімен кездесіпті да, екеуінің отырған суреті бар кездескен. Артында Шыңғыс ханның суреті тұр. Өйтіп отырған ше. Көрдіңіз ба? Түркмендерде соның, түркмендердің өзіне не қылады ғой енді, біздің президент Монғолияның президентімен кездесті деген сол кезде Шыңғыс ханның несін өшіріп тастапты түрінше. Сөйтсе Шыңғыс хан сол түркмендердің бір қаласын басып алғанмыш 800 жыл бұрын. Не деген тупизм деймін да, бля, 8 жыл өтіп кеткен нәрсеге. Қозыбасы деген тауда дейді. Қозыбасы деген тау қайыр деймін. Қай өңірде? Қозыбасы деген тауда. Ой, білмеймін ғой, әйтеуір киносын көрдік қой, киносында сол Ленин бойында көтеріп атады ғой, кезге ол киноларды да әдейі істеген ғой, мысалы біреуге осындай айтсаң, о, сенікі бәрі саясат деп. Сен кино басталған кезде, өзің кино басталған кезде көрші не деп тұрады? Қазақстан Республикасының мәдениет министрінің тапсырысы бойынша деп тұрады, дұрыс па? Онда исторический кино, мысалы Томирис, Қазақ хандығы, Алмас қылыш и так далее. Соның бәрін қарасаң, басында Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігінің тапсырмасы бойынша деп тұр. То есть министерство тапсырма береді. Налогтан ақша бөледі Қазақфильмге. Қазақфильмде соның жарсынан көбін жеп қойды да, қалғанына бір дешевый адамдарды алып келеді да, түсіре салады өтірік. Кино басталады, қайғылы музыка, ар жағын кішкентай бала ұрып деп тез өсіп кетеді, батыр бап, ура, аблай. Аяғында бәрін қырып келеді. Мысалы, сондай да бәрі бір типичный ше, адам миында қалмайды. Мысалы, Гладиатор, не еді, Последний самурай. Да, қалмысыз, да? Да. Қандай киноларда өздерінің бір изюминкалары бар да, адамның ойында қалатын да, қалай сценарийді, қалай әдемі художественно жібереді мысалы да, келтіреді. Бізде кинолардың бәрі ұқсас. Мысалы, бір киноның сериясын алып қарап отырсаң, Алмас қылыш па, мың бала, жау жүрек мың бала ма, жаңағы қазақ хандығы ма, ажырата алмайсың ананы ше, бәрі ұқсайды. Бір действующий персонаж, бәрі ұқсайды, бәрі жаңағы жаттап алған сөздер бәрі. Ва, халайық деген театральный ше, кішкене нормально істесе болады ғой жаңағы ше. Кәдімгі не, мысалы американский киноларды көрмейсің ғой жаңағыдай. Ва, халайық деп тұрған жаңағы театральный ше, как есть сөйлейді. Адамды сонымен тартады олар ше. Мен айтып жатқаным жаңағы қазақ хандығы туда-сюда дегендердің бәрі сол
Назарбаевтың заказымен істелінген ғой. Есіңізде ғой, иә, Айдын аға, анау ақ киізге көтереді ғой. Иә. Сол Назарбаевтың баяғы несі, Суперхан деген проектісінде. Онда Түркістанда постоянно айтамын ғой, Өмірзақ Шүкеевті жіберді сол жаққа. Сол жақтың бәрі өңшен Қоңырат, Дулаттар, ол жүрсіндер, барып сол жаққа қатырып кел депті жаңағы. Түркістанды ақша салды, чтобы қаланы көркейтіп өйтпейді. Кейін жаңағы кино түсірді. Ақ киізге көтеріп жатқан, то есть адамның санасына кіргізіп жатырды. Хандық, ақ киіз, айналадағы көтке кіргіш билер, жаңағы табынушылық, соның бәрін адам санасына кіргізіп жатырды. Чтобы Назарбаевты президенттіктен кеткеннен барып, кішкене Национальный совет безопасности деп отырып, одан кейін барып официалды түрде Конституцияға хан қып кіргізуге да адам санасына кіргізіп жатыр соның бәрін ше. Мына билердің де несін сол үшін жасаған, мысалы жаңағы жерде билер болу керек деп непонятно біреулер ол жүреді өзіме өзі. Бір күні қарасаң бір 400-500 би жүреді, олар қаяқтан шықты, кім сайлады вообще? Олар кім, не жұмыс істеді, активист болып ешкім білмейді. Мысалы мен қосып қойған сонда бір неге WhatsApp группаға. Бәрі жазып отырады әйтеуір. Пока қарап отырмын не жазады деп. Мысалы солар келіп Түркістанның төрінде үлкен бір той жасау керек еді, сөйтіп министрлер, бір адам түсінбейтін бір билер, солар келіп Назарбаевты ақ киізде көтеріп официально Конституцияға хан қып бекіту керек еді. Официально бекіткеннен бар, ол уже имеет право Конституция арқылы өзінің баласын тастауға да. Проект Суперхан сондай етін, мысалы. Енді елдерге соны айтсаң, ол проект, түсіріп жатқан киноның бәрі ақ киіз, бір бәле атпен шауып жүрген, ішінде Бекболат жүр анау ше. Қазтуған болып, мысалы. Оның бәрі проект десең адам сенбейді ғой. Сендер бір кино түсіріп ет, көре алмайсыңдар деп ше адамға. Причем тут көре алмайсың, ол бір проекттің бір кішкентай бөлігі, сен түсінсейші десең түсінбейді соны. Түсінгісі келмейді адам. Тупой ғой сонда. Енді ана отырмет, алдыңғы жымеді. Кино шықты ғой, Алаштың арландары туралы. Енді сол киноны тоқтатып тастады, жас шығарған адамдар шетелге кетіп қалды. Удалауға түсті ғой. Қайсы? Ой, қандай еді аты? Оян қазақ па? Иә, Оян қазақ. Мүмкін, иә. Мен көргем, шетелге кетіп баратырмыз туда-сюда деген. Бірақ уақытша ма, навсегда қашып баратыр ма түсінбедім. Киносында неғып тастапты ғой, шектеу жасапса. Білмеймін, меніңше Айдын аға сол кино вообще эффект берген жоқ. Жастарды көрдім, жылап отқан көздерінен жас ағып. Бірақ сол осы жерге келіп жатқан сол жастар ғой, мысалы. Зомби бәрі. 100 жыл болған алаштықтардың тағдыры қазір болып жатыр ғой, сен қалай түсінбейсің десең, өзіңе қарсы шығады. Мен ол кино бір эффект берген көрген жоқпын негізі. Олар не үшін құдалап жатырынан билікті түсінбедім. Эффект берген жоқ, халық оянған жоқ, короче. Халықты сіздер сияқты активистер оятып жатыр ше. Стрим арқылы, YouTube арқылы, Мұхтар Әблязов, Марат Шламбаев, Атажұрт, Серік Жамбаев, солар оятып жатыр. Ол кино меніңше вообще оятқан жоқ. Білмеймін, мен өзім мнением сол. Жылады кинотеатрға барып, ақшаларын тастап, қалай барды, сонымен туалетіне тастады да кетті. Мен көрген жоқ ол кино. Мен де көрген жоқ. Мәриям айтады да, Күлекеев айтты дейді, 50 жылдан кейін дейді, шалды келесі ұрпақтар дейді, Ататүрік сияқты қабылдайды дейді. Оған дейін тарихқа кіргізіп жүреміз ғой, Қарабет екендігін. Иә. Ойыңыз қандай Айдын аға, иә? Оған дейін кіргізіп үлгеру керек. Бәрі бітті ғой, ол мың жерден неғаме ол тарихта қалады, ол Қарабеттіге, ол халық тонағаны 3 қызымен қоса. Шындықты өшіре алмайды.
Қызық адамдар. Вроде бы мысалы столдың басына отырған кезде бәріміз бір тамақ ішеміз. Сол Назарбаев Түркістанға жерлейді ау дейді. Не бір жігіттер бар ғой, қазып алатын оларды, уайымдамаңыз. Айтам да? Шалқар деген жігіт бар, ол әбіш еткен, белсенділер бәрі күрек подарок етіп, қазып алам деді, ол сөзінде тұрады ол жігіт. Жақында келеді ғой эфирге. Келді ма, мен байқамай қалдым Шалқар. Дауысы ұқсайды что-то. Көрінен қазып алам бір-бірлі деген кезде. Сен осыны емессің деп сұраған кезде, мен солмын. Қорықпаймын, мен по-любому қазып алам дедім. Қазып алам деп кеткен, жарайды бәріміз дегенбіз. Күректі жоғалтып қойма деп айтуың керек еді. Жасұланның эфиріне келді ол. Шатаспасам. Былтыр күзде где-то. Ана 15-қа қамалды ғой. Жаңа кейін сот шыққан кезде Лавачевскийдің алдына барып, сол жерде белсенділердің бәрі жиналып, жаңа штыковой күрек беріп, сен қазып алам дедім де саған күрек сыйлаймыз, осымен қазып ал деп. Алды ма? Күректі көтеріп кеткен. Келді ол неге? Мен айтам да, осылай столдың басында отырып, мысалы, бәрің бір тамақ ішесің. Бірақ адамдардың ойлау, ақпаратты қабылдау, анализ жасаулары қандай әртүрлі болады адамдардың, Мен сол мидың несін зерттеген адамдарды қараймын да, статьяларын оқимын, видеоларын қараймын. Особо айырмашылығы жоқ. Ғалымның, сіздің, менің, тобырлап жүрген тобырдың нұрботтар, жаңа билікті қорғайтын бар ғой. Бәріміздің миымыздың практически бірдей бүйтіп қасына қоятын болса, различие жоқ. Мынау айдынаған миы точно мынау активистік деп айта алмайсың да, бірдей бәрі. Нейронный связьдардың количествосы, объем бәрі практически бірдей, мысалы. Неге олай деймін да адам? Мен мысалы ақпаратқа жаднымын. Мен жаднымын ақпаратқа. Қарап жүрем, бір нәрсе қызық бір нәрсенің үшін естіп қалсам, тарс түртіп қоямын да, мен соны обязательно қарап аламын, уақытым бар кезде. Қызық маған өйткені ол. Неужели деген сияқты. Мысалы, анада біреу келіп, мен, кстати, сұрап есіме шығып кетті, Мәкеңнен сұрау керек еді. АЭС 97-де МАГАТЭ рұқсат берді жабуға дейді. МАЭК бар ғой, Маңғыстауская атомный электроник комбинат. Мәкең айтты 98-де мен жаптым деді да, сол момент маған түсініксіз. Сабитхан деген кеп 97-де жабылған МАГАТЭ рұқсат берген деп айтты. Неден интернетте көрсетті. Мен мысалы, сон есіме шығып кете береді, қайта сұрайын деп едім. Қалай сіз 98-де жаптыңыз, егерде официально МАГАТЭ 97-де жабуға рұқсат берді деген болып тұрса депші, сол момент. Мысалы, мен сондай ақпаратқа жаднымын да, бір түсініксіз нәрсе болса, маған бірақ маңызды, важный, мен соны біліп алуға тырысам да. Адамдар қандай деймін да, мен мысалы бір важный информация айтып жатсам, түйек тыңдамайды ғой. Чимкенттің несі ма, жаңағы? Сәбет қандай? Негізі батыстық. Ол ненің тумасы ғой, арыстың тумасы. Қоңырат. Қоғынбай ол жүрген. Ладно, енді өзі Қоғынбай, не Қоғынбай, просто интернеттен бәйті ашып көрсетші дедім да, мен білмейді екем оны. Мен Қоғынбай дедім, значит, Қоғынбай болу керек, дәурен. Мен ұйым ашам дейді. Мен атаңды ұрайын сенің деп отырмын. Саған ұйым тұрмақ, саған партияда болып тұр ғой алдыңда неке. Кір, Алғазыстанға кір. Адамдарың болса бірге, болмаса Атажұртқа кір. Сен немене бөле берді, билей бердің әңгімесін істеп алсың, ақмақ. Біз екеуміз біраз жерге барғанбыз. Талисманның эфиріне неге шығып кеттіңіз дейді. Адам аз, біріншіден. Екіншіден білмеймін, өздері сөйлесіп отыр ғой деймін. Үстінен түстім ғой деймін мен.
Мен просто листать етіп отырғам, маған приглашение жіберді. Кірдім, әңгіме қызық болмай қалды, шығып кеттім, мешать етпей қойын деп. Оғыз енді үйленейін деп жүрген қыз ба, мен білмеймін ол кімдер екен. Мешать етпей қойын дедім да. Сен айтып атты ғой сол жерде. Адам баласына мешать еткен жек көрмін мен. Тем более бақытын іздеп жүрген адамдарға ыңғайсыз болады да просто. А так тапить етесің ғой до конца. Білмеймін, дәурен деп отырды. Ол жігіт тараздық екен, жас бала ғой. Кеше аузына ақ ит кіріп көк ит шығып, нормально сөйлесең сөйлемей, мен личикіме жазып, шешеден боқтап, как обычно ғой. Содан ба жарайды қош деген. Ол жаман айтып отырды ол сен туралы. Айта берсін. Араласпа деді ғой, араласпа ондайлармен, провокаторлармен араласпа деді. Олардың қолдарынан боқ келмейді. Қораға кіргізіп кетеді деп. Жарайды. Негізі Америкада да кішкентай кезінен суыққа үйретеді. Мен даусым естіліп отыр ма? Иә. Кішкентай кезінен суыққа үйретеді. Балалары жалаң аяқ жүреді. Үстіне салқын кезде бір рубашкамен или бір футболкамен жүреді. Кішкентай балалар ше. Кондиционер тұрады. Мұзы бар су ішеді. Қытайда наоборот ыстық су ішеді олар, кипяток. Мен қазір мысалы номерде отырмын, салқын. Кондиционерді өшірейін десем түсінбедім мен. Или полностью өшіру керек, или бір средний деген істемейді, короче. Ескі кондиционер. Полностью өшірсең, қазір мынаны душняк болатын түрі бар да. Қызық, елдің неме бешеді оны? Заңы басқа, иттер қарағасқа дей ме? В общем, қызық. Өмір бақи қол ашып жүре береді бұлар ше, мысалы. Мен біраз уақыт қол ашып едім, сүйектерім сырқырай бастады. Бізге жақпайды екен, азиаттарға бір екен. Ты қол пеш, қауым? Бірнәрсе айтып отыр, не слышно? Я говорю, раньше не так много пил, говорю. Сейчас много стал пить, и это самое. Ну, сейчас нормально. А раньше то же самое было у меня от непривычки, как у тебя. Кола? Я кола. Анау. Европейстер Американы континентке барып, бәрі көшіп барып атқан кезде индейстер бір жағынан бұлай қырылысқан, сөйтіп индейстерді қырған, бір жағынан еще аурумен қырылып қалған екен ғой. Бұларға тұмау сияқты ауру нормально да, Европадан алып барады, бірақ енді индейстер ол жаққа 12-13 мың, 15 мың жыл бұрын көшіп барған екен ғой. Олардың иммунитеті басқа да, организмі. Европадан Америкаға барған кезде бұлардың европейстердің обычный тұмау оларға смертельный ауру болып, сөйтіп біраз адам қырылған екен ғой еще, мысалы. Вроде бы бір планетада өмір сүріп жатырмыз, былай қарап тұрсаң, мысалы. Қандай разница бар да адамдарда. Сол сияқты бұл жақтың тамағы бізге кейбір нәрсесі жақпайды екен да, мысалы. Бұлар өздері гамбургер жеп, қол ашып жүре береді азынан кейін жеп. Біз ондай қылатын болсақ, өліп қаламыз бір аптадан кейін барып. Бізге ыстық тамақ, сорпа, сондай ше. Бірден үйреніп алғанға организмдер. Иә, үйренген. Америка ыстық па дейді. Америка ыстық па? Мен отырған штат ыстық. Техастың қасында, Алабама деген. Жоғарырақ көтерілсең нормальный. Ал ең жоғары көтерілсең жақсы болып тұр жоқ. Америкада бүкіл нелер бар ғой. Все сезоны года. Малым кепка киіп апты, значит ыстық емес. Ыстық бауырым. Қазір ыстық мына жерде ше. Белбеу дейді ғой. 5 белбеу, соның үшеу бар ғой примерно. Что говоришь?
Короче, говорю, 359 дней осталось. Я говорю, Кабулыч, говорит, все. Ты, говорит, не успеешь, говорит, на органы себя продать. В этом году все свершится. Кабулыч уверен, братан. А если Кабулыч уверен, то я тоже уверен в этом, понимаешь? Все идет к этому. Конфликт нарастает. Все как положено, знаешь. Нам это на руку. Конфликт нарастает. От этих вот, тех, кто не был вне политики, забирают сейчас в армию. Потом с ними контракты начнут когда подписывать. Вот когда семьи будут получать трупы своих детей, братан, ну тогда уже поздно будет. Какой Тогда ты они- жестокий. Тогда они уже ничего не сделают. Мы же их Разве можно быть предостерегаем. таким? Братан, их в Коране предостерегает сура Аль-Бакара, 7 аят, их предостерегает об этом, понимаешь? Они же это не слышат, не видят. Сейчас тенгрианцы прибегут. Братан, истина, она везде и всюду. Просто надо копнуть и понять эту истину. Арманбай жігітке қашан кірдіңіз айнаға соңғы рет? Осы өткенде кірдім әлгі парктерін бұзып жатқан кезде. Сол кезде кірдім, сол кезде көрдім жаңағы. Сәбітбай ма? У тебя модераторство есть, да, на этом аккаунте? Не знаю, наверное, есть. Я посмотрю. Нету. Да, я тебе модератор дам. Гүлзара ханым да келген екен ғой. Қалайсың Гүлзара ханым? Ау. Танисың ба? Білмей отырмын. Осы қыз ғой. Ведущий болып тұңғыш саяси эфир ашқанымыз. Оқып қалған екенсің ғой, қанша жыл болды? 19-дан бері қарата 3 жыл болды ма? Мүмкін шақырайын ба? Шақырайын ба деп қойдым, менде модератор жоқ. Бар екен. Осы тастап кетті ғой бәрімізді. Үйленіп кетті ма? Иә, тастап кетті бәрімізді. Киім тігетін кісі ғой. Дәл таптың міне. Енді есіңе түсті ма? Иә, 6 баласы бар ма еді бұл кісінің? 7. Ол аккаунт жойылды дейді. Сол бізді лақтырып кеткеннен кейін, конечно, жойылады. Лақтырмағанда жойылмайтын еді. Бұл кісі күшті жүргізетін, действительно есіме шығып кетті ғой. Осы қыз не? Назар қойып қалай лақтырды, осы қыз да бізде солай лақтырып кетті. Жігіттер деген қиын ғой, жігіттер кездессе болды, қыздардың басы не қып қалады. Ғалымда бір күн солай болады. Тағы да бір қыз кездестіреді да, сосын барып біз лақтырып кетті. Кімсің десеңдер деп шығады сразу. Жазбаңдар маған. Саясаттермен бір жоғалыңдар деген сияқты ма? Мен Гүлзараға айтқам, болды, бітті, енді сен кеттік, енді пока прощай дегенде жоқ деді ғой. Жалындым ғой соңында дейді. Неге? Сіздер Білмеймін, түсінбедім. Сіздер лақтырған дейді. Сіздер лақтырған дейді. Жалынды ғой соңында. Жағдайыңыз дұрыс болса болды әйтеуір. Жуайын девесің ба, ғалым? Мыть собираешься, да? Ага. Красава. Мына Тойотаны ма?
А? Тойоту? Приус, братан, моя любимая машина. Тап-таза ғой, естіп жүрсің? Не она там, с виду такая, на фотке. Сен машиналардың бәрін любить ете береді екенсің қалың. Да. Я же... Кеше Лексуста жүрдің. Да. Кеше ме алдың күн ба? Иә. Әне сұрап жатыр қалыңның әйелі жоқ па деп. Бар. Жоқ па. Бар. Я занят. Бар. Нет, ты не спеши, братан. Скажи, а какие предложения? Сначала спроси. Если ячейку создадите, для вас не занят. Ты не знаешь, оказывается, первое правило переговоров. Не отказывай сразу. Ячейку создавайте, мозги не парьте, блин. Мы тут сидим только для того, чтобы людей собрать. Тірліксіз отырған скучно екен, еп па? Қайда? Тірлік қайда? Енді ғалым құсап жыбырлай бермейсің бе енді? Бар ғой мәшінең жоқ емес. Ғалым, Американың бір қызына үйленіп алсаңшы. Керек емес маған Америка. Неге? Жақсы ғой, кейін екі мемлекетте спокойно жүре бересің. Мен жақын арада Қазақстанға қайтамын ғой бұйырса. Кім саған рұқсат етті? Халық. Халықтың арқасы. Қайсы халық? Қайтамын ғой. Навальный сияқты болып кетіп жүрмеш айналайын. Белсенділер рұқсат еткен жоқ саған, добро келген. Жақсы, өзет бізде бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай жүріп жатырмыз. Сол, өзің танитын белсенділер бәріміз бір группада күнде әңгіме айтып, қал жағдай білісіп отырмыз. Өзің қалай, өзің? Сол баяғы тігін тіршілігі ма? Балаларың каникулға шыққан шығар. Сол келесі айда белсенділер маған қонаққа келіп жатыр. Облыс бойынша. Қандай қызықтан қалдым мен? Жоқ, ішіп пісіп кетті дейсің, Дәурен. Сенің де енді мәшинең бар ғой, Дәурен, кім құсап, ғалым құсап шұқылай бермейсің ба? Мен де бос емеспін дейді. Телефонды қосып қойып. Жоқ, мен машинаны жөндетуге тастап кеткем, поэтому гостиницада тұрмын. Машинаны жөндеуге тастаған кезде, егерде мысалы бүгін үлгермейтін болса, сен бір жерде жатуың керексің, компания төлеп береді. Айтады, гостиница табыңыз дейді. Кейін чегін бізге жібересіз, төлеп береді. Или мысалы сен бір жерде үйге баруың керексің да, бірақ Американың басқа айдаласында жүрсің. Сол кезде сол өздері звондайды да, біз осындай жерге, то есть адрес береді да, ссылкасын. Осы жерге барып машинаны қоя салыңыз дейді, машинаны қоясың. Такси заказ береді, келеді, сен заттарыңмен таксиге отырасың, аэропортқа апарады. Авиабилет бәрі өздерінен. Үйге келесің, 3-4 күн, 5 күн үйде боласың. Қайтадан авиабилет алып береді. Қайтадан сол жаққа ұшып барасың. Керемет екен ғой. Ау? Күшті екен ғой деймін. Өздерін жаңа айтпай істетеді да жаңағыдай. Россия сила дейді. Вчера видели? Россия сила. Один другому
один другому отсасывает, сол кезде келіп анау дрон ұрады ғой, көрдіңіз бе сол видеоны? Жоқ, көрмедім. Солай ма не? Көрмедім. Кішкентай бір ангардың ішінде екеуі тығылып алған, біреу жаңағы ұрып жатыр, екіншісінікін. Дрон келіп үстінен түседі ғой, обалай. Екеуі шашылып жатқан кезде екінші дрон бүйтіп үстінен келеді да, проверочный тағы да контрольный ұрады, дың дегізеді. Дұрыс, сондайлардың бәрін азайту керек қой. Иә. Ешқандай жалость жоқ оларға деген. Олар енді адами қасиеттен өтіп кеткен хайуандар ғой, екі аяқ. Не істеп жатыр ғой? Мочите етіп та жүреді әйтеуір. Иә. Шампунь, братан. Я же, братан, профессиональный мойщик, братан. С 6 лет машины мою. Дұрыс. Я люблю не спеша мыть, братан, не спеша. Объем қанша? 8. Гибрид қой, гибрид. О, розочка врет, Асада, рахмет. Негізі мынау Россияның құлайтыны былай қарап тұрсаң бір жағынан жалко ше, мен сондай өте үлкен мемлекетім болса, мысалы, мен сақтап қалуға тырысар едім да, ондай үлкен мемлекет, демократияға кәдімгідей ше. Теңдессіз басқа мемлекет жетпейтіндей мемлекет құруға болады да, олардың ресурсымен ше. Мысалы, олар соны жіберіп отыр да қолдан. Болды, бітті олар уже. Я бітті шаруасы, бітті ол, бітті шықты уже. Мен ана Владивостокқа дейін жібереміз деп отыр ғой дрондарын. Ана ненің жолын жабамыз дейді. Южный, Северный Корея бар ғой. Соның жолын жабамыз дейді. Ол жақтан қатты көмек келіп жатқан жоқ, по сути. Білмейді, сол жақтан алып жатыр деп сөйтті ғой, қара-жарақ солдаттарын деді. Ояқта көп көмек келіп жатқан жоқ, қарап отырмыз ғой ақпаратты. Бағана бір эшелон тұрыпты ғой. Вагондарына, контейнер таситын вагондар бар ғой. Военный техника, бидай, ішінде заттар бар контейнер. Үлкен бір эшелонға салып 70-80 вагон келатқан кезде на ходу, короче, контейнерлердің біреуі тура алдындағыдай система үсті ашылады да, ішінен дрондар шығады да, сол кетіп бара жатқан поезд өзін ұрады. Поезд тоқтатады да, соның үстінде тұрған техниканың бәрін ұрады. Танк, БТР сондай алып келе жатыр екен да. Соның тұрған жерінде. Енді ішінде машинистер жоқ қой, просто жаңағы вагонның үстінде тұрған танктар ғой, қашамайды да, ішінде жаңағы жүргізушілері жоқ та. Просто тұрған күйінде келіп әшейін навы бір әшейін салам алейкум ұра берген ғой, үстіне бытшын шығарған бәрін. Хайбай отыр қазір. Молодцы. Енді тактический ядролық қару қолдану ғана қалды негізі оларға ше, өйткені басқа выбор жоқ. Солар ядролар істейді дейсің ба, жұмыс істемейді ау? Істейтіні бар ғой, по-любому, просто ең соңғы шақ болады ол уже. Ядролық қару қолданса, бітті жестокий санкциялар кетеді. Мүмкін Европаның да әскері кіреді уже неге, Украинаға. Қызық болады, короче, ең соңғы удар болады ғой, если применять етсе. Оны біліп отыр ғой Путин. Қайда кеттің, Гүлзара?
шығып әңгіме айтып кетпедің бе жаңалық? Қызық кезде өмір сүріп жатырмыз негізі Айдын аға, иә? Иә, сондай неге келдік қой. Совпадениеге. Гүлзара, шығып әңгімеңді айтып кетсеңші. Жарайды, ұйықтайын деп жатыр. Тиктокты бастадың да қашып кеттің лақтырып біздерді. Енесінен айырылған қол сияқты болып қалдық дейсіз ғой. Ғалым, Nissan Patrol бар ма алдағы шақта? Жоқ, Infinity бар бұл жақта. Infinity. Infinity Patrol'дан мықты машина ғой. Сол Nissan Patrol ғой, содан кейін сұрап отқаным ғой. Сіз Patrol дейсіз ба? Иә, Nissan Patrol. Құлақтан тебересіз, иә? Неменеге тебем? Таксовать ететін бөлек, Patrol бөлек па сонда? Иә, иә. Мен таксовать ететін машинам ана Mazda Cronos. 25 жылдан асты мініп жүргеніме. Patrol механика ғой, көбінесе механика келшеді. Иә, механика. Объем қандай? Өзінің объемы 1.8 болған, дизель болған, оны лақтырып тастап, короче, 3.3 нені салып қойдық қой моторды. Екі есікті ма сонда? Жоқ, 4 есік. 3-3 аз емес па? Нормально. Ауа жетіп жатыр. Баяғыда жаңағы дос балдарды Алматыға тартып, бір бизнес жасап, в общем, біраз ақша пайда болды да қолымызда. Ол кезде 24-25-теміз ғой. Базарға барамыз ғой. Авторыныққа ше. Сөйтіп Land Cruiser қарап жүрмін ғой мен. Сотка Land Cruiser. Ақшамыз жетпейді бірақ. Сон баларға айтамын ғой, давай Land Cruiser алдық. Жетпеген бөліп береміз деп. Бұл 4-7 көп жейді дейді ғой, короче. Олап тұр да, Land Cruiser'лер ше бірақ. Осынау 2009 ғой, короче, 2009-дарда ше, 2009-2010-дарда. Мейтеме бір рет өмір сүреміз, алайықта деп қойым. Ол кезде свежий ғой, 2008, 2009, 2010 деген, ойлап көріңіз, сотка Land Cruiser'лер кәдімгі свежий ше. Пробегтер вообще аз, идеальным состоянии. Сол ге Алматы. Ғалым, сен маған бір жақсы горный машина тауып қой, мақұл ма? Мына 30 перевышканың көзі құрығанда заказ берем. Қай кезде? Мына перевышканың көзін құртқан кезде. Өтіліз бер. То есть, билік тортқан кезде дейсіз ғой? Иә, естіп тұрсың ба ғалым? Ондай кезде естімей қалады. Заказ Иә, ол кезде біраз қазақ нормаль машина мінейін деп тұр ғой. Айтпа. Билікті құлатуға қатыспаған бізбен алысып жүрген нұрботтарына мініп алайын деп тұр ғой, қос машина. Мынау деген жақсы болды ғой деп. Бірінші солар мінеді.
Бізге қазір көбі Қытайдың машинасы қапады. Сол неменеге ала береді мен түсінбеймін бар ғой. Вообще ненадежный ғой олар. Мафия ғой, мафия. Бұл ақша тау керек сол үшін. Қалың тұр. Консерві бар ғой. Одан әлгі немістің мынау ескі Passat Golf'тар 100 артық жүріп береді. Иә. Патроныңызға қанша пробег қанша болды? Пробег болғанда енді ол не ғой? Моторын сіңіре салдық. Жаңа мотор, привязанный жаңа мотор салдық. Аз екен да пробегі. Сонымен қазір міне 2 жыл болды ма мен салып жүргеніме. Бұлай енді ескірді, енді оңай емес. Бұрынғы шыққан нелер ғой, патрулдар ғой, Nissan патрул. Жаңасы емес, бұрынғы шыққан. Ана Volkswagen'дер бар ғой, Passat, Volkswagen, қандай тағы да седандары ше, ұқсайды бір-біріне. Сондайлар, короче, бар. Жұмысқа алып береді, мысалы, компаниялар ше, сотрудниктеріне, сонда арзан новый машина алып береді да, мысалы, қымбат емес, дейді сол. $30,000 жуық олар ше, новый кезінде. Сотрудниктер көп айдайды онша, то есть пробег көп жүреді да. Бірақ не битый, не крашеный, біз айтқандай, андай бәрі тап-таза кәдімгідей, бірақ пробег көп. Мысалы, километражға айландыратын болсаң, 200-250 мың, 300 мың километраж. Сондайлар аукционда $2,000 сондай тұрады, мысалы, неқташы. Егер де, мысалы, Америкаға жаңадан келіп жатқан қазақтар, сол аукционға барып алады да $2,000. 1 жыл, 2 жыл спокойно тебеді сол машиналарды. $2,000 мысалы 2 аптада табады олар. Біздікі сияқты емес пен бұл аяқпен қанша деген. Жолдың өзі шосты. Бізде шұңқыр. Қата бой кетеді. Майдың өзі анау. Бензиннің ұстыры анау. Иә. Дүниенің құны кетіп қалады екен ше негізі. Мысалы келген кезде мен Audi R8 алам деп келгем ғой негізі. Audi R8 деген андай жалпақ спортивный машина бар. Мотор артында. Сон баяғыда Қазақстанда жүрген кезде қарайтын соларды. Америкада қанша тұрады? В общем, $100,000 сондай тұрады екен да, кішкене жүріп. Бірақ идеальный ғой состояниелары. То есть байлар сатып алады да, мысалы 250 мың, $300,000 сатып алады, кішкене жүреді да, как бу ретінде арзан сатып жібереді, сондайлар бар екен да. Сондайды алам деп келгем ғой негізі. Өйткені ол кезде холостой едім ғой. Холостой болса мен алатын едім қазір. Ғалым, сен заказ принял или нет? Нет, нету. Я же так сейчас живу. Я сейчас не работаю так особо. Чисто для себя живу. Ғалым, мен саған заказ беріп жатырмын. Ага. Тауға жүретін жақсы жіктен біреуін тауық қой деп отырмын. Утилизбор кетеді ғой, құйды ғой. Иә. Сол кезде жібересің. Иә, конечно. Ой, о кезде біз заживем. Нормальные дороги сделаем. Хорошие дороги по евростандарту. Дороги сделать. И все, жизнь улучшится. Качество жизни сразу же улучшится, да? У людей. Сразу настроение поднимется. Хорошее будет настроение у всех. Когда по хорошим дорогам будет ездить. Никто на дороге друг с другом бакланить не будет. Жертв будет меньше. Да.
Ништяк будет, по идее. А то люди думают, что мы хотим прийти к классе и также воровать. Я не вижу смысла в этом, понимаешь? Воровать. Когда можно зарабатывать, понимаешь? Когда можно зарабатывать, нет смысла воровать. Ну, если народ также будет молчать, почему бы не воровать? Ну да, да. Можно ничего не делать, наебывать народ, а он пускай крепчает. И ты у них крадешь, они тебя хвалят. Хорошая схема. Ага. Братан, Иә? отличная схема. Лучше эту схему не найти. Иә. Тимур Кулибаев мысалы. Миллиардер, 10 миллиард доллар ма, 20 миллиард доллар ма ақшасы бар. Бір 100-200 әперсе, болды ғой, герой ғой, национальный герой. Соның миы жетпейді сонда ше, сол 20 миллиард адам доллар сендердің ақшаларың десең, соны түсінбейді де сол. Түсінбейді. Жақсы схема, иә? Мысалы сен айлық алдың да, 200 мың теңге айлық алып, қалтаңа салып үйге кетіп баратсың автобуста. Мен сенен 200 мың теңгені қалтаңнан шығарам да. Көріп тұрсың сен, мен қалтаңнан шығарам да, сол жеріне саған 10 мың теңге берем да, мә бауырым. Балаларыңа кәмпит апарып деп. Мәз болады ол ше. Жоқ, жындының ісі ғой деймін да, былай қарап тұрсаң. База жоқ. Ну, 12 вольттық па? Ау? 12 вольттық па деймін? Түсінбедім. Жоқ ұшы деймін. 12 вольттық па, 220-алық па? Кешірім айтамын. Что-то... Америкада 110 вольт қой? 110 ба ол жақта? Америкада 110 вольт, ол бізде 220. Бізде енді кешірға айналыватқан 220-алық. Ау? Біздегілер 220-алық қой дейін. Кешір баршы. Краскасын кетіріп қоярым екен. Мен де уайымдап тұрмын ғой. Тесетін болды ғой. Артықланды, сұртық болды. Траппен сүртсе болмай ма екен деп отырмын да мен. Қанша су кетіп отыр дейсің ғой. Айтты. Ғалым траппен сүртсем болмай ма? Ғалым. Там этот, братан, там клей. Я точечно его убирал. Ғалым, алдағың 220-алық па, нелік па? 12 вольттық па, кешірін? А? Че там? Кешір қанша вольттық алдағың? Кешір қанша вольттық деймін? Есімде жоқ.
Электрический Жоқ, сен қазір ананы қалай не қыласың? Розетка қаяққа қосып жатсың сен? электрогенератормен жұмыс істеп тұр ғой. Міне мынандай. 110 ғой, значит. Иә. Рахат электрогенератор. У тебя все райоби, да? Ну, почти все, ага. Почти все. Да, спринтер ма, галм у тебя? Ага. Базар жоқ. Наливкасы ма? Гам, не поцарапаешь? Братан, она и так облезлая у меня спереди. Я не переживаю. Санполиция жоқ па дейді, санполиция. Это самая слабая наждачка, братан. Самая. Она так особо не это самое. Ничего не портит. Чисто вот это вот убирает. Клей убирает ништяк. Саясаткерлердің бәрі ұйықтап қалған ғой деймін, иә? А? Саясаткерлердің бәрі ұйықтап қалған ғой деймін бүгін. Наверное. Жаңа қарасам бәрі не істеп тұр ғой. Жасыл жанып тұр, просто отыр, видимо, тыңдап отыр. Прямой эфир ашып жатқандар. Қарасам ғалым мені де ашыпты, соны кіргем ғой. Бір не бар еді? Киношник бір, сценарист бір кісі. Detailing for your issue? No, just outside. Just outside? Yeah, It's gonna be only $30. $30. Okay. Without inside and out. Yeah, without inside. Yeah. Thank you very much. You're Thank welcome. You. Have a nice day. Thank you very much. You too. Визитку, да, визитку. Визитку дал, братан. Дұрыс. Айта бер, Дәурен. Да, бір кісі кіріпті ғой. Құбашев деген. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалай денсаулық қалай, жақсыңдар ма? Бірде былай. Таң атады, кеш батады. Да. Сол жаңа сценарист бір кісі бар. Қазақ фильмінде істеген ба, сонда. Соны сөйлеседі. Соны жақсы көремін, сондай творческий адамдармен сөйлескен. Жоғары нәрселерді айтады ол адамдарша, и айтып отқан кезде тың андай серьезный адамдармен сөйлескен жақсы да. Да, он расскажу, Машан.
Ғалымның өзінің машинасы сияқты ғой. Өзінікі ғой. Өзінікі талай эфирде көрсетеді осы машинаны. Bir өзінде 9 машина бар. Машина қойна, вертолет алғым келіп жүр мен. 7 машинам бар мен. Вертолет хочу. Не кедерген вертолет алу? Система кінәлі. А? Жүйе кінәлі, жүйе. Ондай мүмкіндік болмайды, вертолет алады. Вертолет алсаң аспанға да гайларын шығарып қояды ғой олар. Ояққа да сергек қойып. Мүмкін. Болат Атабаев марқұм. Оған дейін бармайды деп. Бәрін істейді. Болат Атабаевтың ұлт мүддесін ойлаған азамат. Жерді кестіріп алсын да бірінші. Американ көшелерінде машина жойып жүруге болады екен, ма? Демократия қояқты. Бізде де демократия, бізде де көшеде машина жуамыз, бірақ бізді толтырып жібереді. Машина жуасың, протокол толтырады ғой. Иә. Қарамайсың оған, жуа бересің, издевайся. Ғалымды да протокол салғыз жіберу керек еді, елдік әкеп жуғызды. Ғалым ондай үстесін көріп тұрған шығар. Дәурен, қазір сағат қанша болды сендерде күндізгі? 4:47, Нью-Йоркта 5:47. Бізде 2:47 болды. Түнгі. Мира, бізде дейтін автократия, демократия емес. Айдын аға, сіздерде жылқы бар ма? Бар, иә. Қымыз сауыстыр ма? Жоқ, самыз олып, әуресі көп, 2 сағат сайын сауасын қол ұстайды. Таңертең ерте тұрып құлындарын байлайсың, әуресі көп. Қазақтар жалқау деуші еді, рас екен. Ой. Күнімен тик-токта отырсаң қалай сен таңертең тұрасың? Сағат 5-те. Қызық, бұл жақта ақша бар, бірақ қымыз таппайсыңыз. Иә. Альфа банктың бастығы жақында барып подкастта сөйлеп отырады ғой, Америкадан келдім, қазаққа жетер жер жоқ деп көрдіңіз бе соны? Жоқ. Бәрі сөйтіп барып алды да, әйтеуір Американы жамандап отырады. Ол жігіт, короче, бұл жақта 2 ресторан ашпақшы болды. Жылқылар ұстады, бір крестьянский хозяйствосы болды.
қымызды легализовать ете алмай қойды, бермей қойды. Ол жақта мүмкіндік жоқ қой, түсінікті ғой оның бәрі. Мүмкіндік жоқ болғанда қымызды легализация жасай алмай қойды деп айтып отырмын ғой. Мысалы, содан кейін барып қайтып кетті өзінің жұмысына Альфа-банкке. Средняя зарплата топ-менеджеров Альфа-банк десем, ондаған миллион теңге ол жақта ше. Ақшасы бар адам ба ол? Кезінде ақшасы деген адам келді, тырысып көрді, болмады, кетті, енді подкаст шақырды. Подкаст дегендердің бәрі өңшең, почти бәрі жаңағы не ғой, сол біздің биліктің көтін жалайтын подкастщиктер өңшең, блогер солар. Шетелді қаншалықты жамандайсың, соншалықты сенің подкастың өтеді, мысалы. Соны барып Американы жамандап отыр ғой, жаңағы мысалы. Ақшасы бар адам кеп, мысалы, бизнес ашамай кетіп қалды, ана анекдоттағы сияқты. Бір түлкі келе жатты, бір бұтақта, талда ет ілініп қапты дейді, соны бұлай секіріп жетемі, сасық деп кетіп барады дейді. Сол сияқты да, қол жетемей қалды да, одан барып, мысалы. Так ақшасы жоқ емес, бар адам ғой, Инстаграм қарап отырдық қой, бай адам ғой, мысалы. Американың өзінің бір минустары бар, бірақ енді Просто андай ғой, сіздің бұл жүргенде Қазақстанда үйреніп болған ғой, налево направо. Ол жақта ондай емес. Деген сияқты. Кешеде бір кісі кіріп еді ғой, қайта қоймайды ғой. Европаның ақшасын тауып жатыр, Европаның жолдарымен жүр, Европаның демократиясын қолданып жатыр. Бірақ Европа нашар деп қояды да, адам қалай Тұтылышкен қозғында түкіріп жатыр деші. Жоқ, барып, біраз уақыт тұрып, ұнамай қайтып кеп, мысалы айтса, бір минустар мен түсінем ше. Бізге ұнамайтын, болмаса біздің менталитетімізге сай келмейтін нәрселер бар да, өйткені бұл шет ел. Мыңдаған жыл бұлар бізден бөлек өмір сүрген адамдар да. Бізбен вообще қайнатса сорпасы қосылмайтын адамдар. Менталитеті басқа, тарихы, болмысы, заңдары, мысалы өмір сүру. Олар соны қабылдады, сол ұнайды оларға ше. Саған если ол сай келмесе, ол олардың проблемасы емес қой, сенің проблемаң, дұрыс па? Просто олардың бір дұрыс жағын қабылдауың керексің да, мысалы демократиясы, жастарға деген мүмкіндігі, бизнес, технология, жақсы айлық, соцпомощь, жолдар, мысалы инфраструктура, мықты жерлерін алды, бірақ саған ұнамайтын жерлерін просто қалдыра сал, болды. Мысалы көпшілік Қазақстанда ол нәрсені қабылдамаса, менталитетіне, заңына, мысалы сәйкес. Все, сен оны қабылдама, бірақ мықты жақтарын ал. Зачем сен оның бәрін бір кучаға тастайсың, мысалы, жамандап? Жақсы дәке, сіздің бой жүрейін. Менде андай сұрақ бар еді. Осындай эфирлер қашанға жалғасады? Қай уақытқа дейін жалғасады? Халық көтеріліп, билікті құлатпайынша жалғаса береді. Мүмкін нәрсе ма ол? Осы жыл өте үлкен вероятность болып тұр ғой. Білмеймін, менде андай да, каждый эфирға кірем. Бір кассетада бір айналып атам. Қай эфир? Любой эфир бар. Сіз кіріп жүрген эфирлердің бәрі сондай ғой. Ол эфирде менде бармын, ғалымда бар ол эфирде. Дұрыс қой, пропаганда деген солай жұмыс істейді ғой. Халықты қалай жынды қылды мынау Назарбаев Тоқаев жүйесі. Ұзақ жылдар бойы сол бір нәрсені айта берді. Қазақ тупой, қолынан дым келмейді, ушлый, есектің көтін жуу, демократия дайын емеспіз. Күнде айта береді соны, сол қазақ соған сеніп қалды да. Біздің задача керісінше нәрсені күнде айта беру.
қазақ ақылды. Жоқ, енді қашанға дейін Біз жалғасады ұтамыз. деймін ғой, ақылды. Енді айтып отырмын ғой. Халық көшеге шыққан кезде, билік құлатқан кезде, сол кезде тоқтайды бұл эфир. Ғалым да шықпайды эфирге, мен де шықпаймын. Гарантия беремін, Айдын аға да шықпайды, өзінің тірліктері жетеді. Есікте, природа мықты, крестьянское хозяйство ашады, кәдімгідей өмір сүреді. Осы жерде жүрген белсенділердің 99% шықпайды. Спонтанно ма? Спонтанно ғой. Былай қарасақ, тарихта спонтанно шығады ғой, диктатураны спонтанно құлатады ғой. Сол ғой спонтанно ғой. Біз анда-санда тренировка жасап отырамыз, халықты көшеге шығарып, аз адам шығады, билік қорқады, военныйлар дайындайды. Біз каждый раз разведка боем деп аталады да, неде военныйларда. Разведка боем. Ол кезде жақсы ал, спонтанно шығып кеттік ал, жақсы бір ситуацияны бір не қылайық, ситуация қылайық, ондайтын ма, шығып кеттік ал. Өз талаптарымызды қойып тастадық ал. Бір айға жалғасады, 2 айға жалғасады, 1 жылға жалғасады ал, жылға кетіп қояды ал. Бақанша тұра аламын ал, ол кезде. Мақсатымыз қандай деймін ғой, ары қарай енді, жақсы енді. Мақсатымыз мына билікті құрту, билік дегенде жаңа адамдарды конкретно ключевойларды түрмеге отырғызу, қашқандар болса генеральный прокуратура арқылы жаңағыдай қудалау, бір үлкен группа создавать етіп солар ақшаны қайтарту, күнде отчет беріп тұрады олар не істеп жатқанын. Екінші жағынан ішкі саясат, өзіміздің адамдарды қойып, заңдарды дұрыстап, Конституция 93 жылға қайтып, егер керек болатын болса. Жақсы, бәрі түсінікті. Алаңда тұрып бәріміз. 19 миллион халықтың бәрі алаңда тұрып. Бір талап қойдық, жүйе кетсін деген сияқты. Ары қарай біздің іс-әрекетіміз қандай деген ғой біздің. 19 миллион сыймайды енді площадьтарға. Аэропортты блоктау керек. Аэропорт на всякий случай. На всякий. Негізі Путин уже шамасы жоқ. Мысалы, бірақ на всякий случай гарантияны өзіміз көбейтпесек, басқаша көбейтпейді. Рация алу керек, тоже қымбат емес. Біз айтып жатқан средстволардың бәрі қарапайым нәрсе ғой, бәрі өте қарапайым. Флагтар алып шығу керек митингке, мысалы, флаг көп болған сайын Қазақстан жалау. Әдемі ғой, көк. Халықтың бейбіт түрде шыққанына көрінеді, мысалы, сырт көзге. Оның бәрін біз сыртқа таратамыз. BBC, CNN, Fox News кететін, мысалы, Азаттық, Радио Свобода, мысалы, таратамыз оны. Қазақстанда митинг болады, шулатамыз бәрін. Сол кезде бұл билік қайтам террористер келіп жаулайын деп жатыр деп айта алмай қалады да. Айта алмай қалады. Мысалы, әркім өзінің жұмысын істейді. Біз сырттан жұмысымызды істейміз. Сіздер іштен ұйымдасу керек, плов қайнату керек деген сияқты площадьта тұрып. Зданияларды өртеткізіп қоймау керек, главное. Здание өртенсе, адамдар былай қашады, мысалы, провокаторлар келеді. Соның бәрін істеу керек, сол кезде тез болады. Сол күнге жетейік, сол күнге жетейік. Сол пловты жейік. Ғалым көмекші келді саған, көмекші. Шақыр ар жағыңда. Ол бала не істеп жүр? Бар ма ата-анасы қасында? Бар. Жүрсін қара. Күшік. Өзінше бір істеп тұр. Ана кім Ержан Тұғынбайдың оң қолы бар ғой. О кім? Дәурен. Ерлан, сен баршы сол концертке, тісіңді емдеу алда, протездерін тағу алда баршы сол Лопестің концертіне. Кім ол оң қолы? Дженнифер Лопес қана, Нәңгөтен. Марат Байгулинді айтам. Солай ма? Танисың ба? Білем ғой. Ерланды жүру керек сол концертке. Сол кеш айтып отыр ғой. Тоқаевтың орнына сол
Кімді алып келеді екен, Тасмағамбетті алып келеді екен деп кеше. алып келе алмайды да оны дейтін. Келмейді да ол дейтін бар. Иван Галин келмейді. ЖП бар. Резонанс басылып кетті өзі. Так, сонымен Келмейді ол пидор. Тигр деген ғой, пидор деппін ғой. Айып қойырмандар. сосын Марат Байгулин сөйтіп айтты. Сөйтіп айтып жатыр да. Президент. Мхм. Оны Мәкең айтты ғой. Мәкең айтты ма не? Оны естігем жоқпын. Ана Назарбаев не үшін барды деп біздің КМБшный каналдардың бәрі өтірік не істей бастады ғой. Бұрынғы правительствода болған адамдар шығып әртүрлі темаларға тарта бастады ғой. Билігін қайтарайын деп атты, туда-сюда деп. Соны алдын ала орап кетті да Мәкең сразу шығып айтты ғой. Пока YouTube каналын блоктамай тұрған кезде. 30 май күні деймін сразу. В общем, Тасмағамбетовті қойын деп жатыр. Тоқаевты орнынан алып, Тоқаевтың хейті слишком көп. В общем, жексұрын болды, туда-сюда деп. Содан барып, сол ақпаратты басқаларды тарата бастады, басқа блогерлер. Сөйтіп, бұл биліктің әңгімесі темасы жүрмей қалды. Елдің аузында қазір Тоқаев кетіп, Тасмағамбет келеді екен деген әңгіме көп тарап кетті да, биліктің блогерлер үлгермей қалды бұл айтқанда, короче, таратыпшы. Өйткені бір жағынан елдерге сол да ұнап тұр да, соны әңгіме қылғанша Тасмағамбет келеді екен деген сияқты. Келмейді. Келмейді. Енді бізге, по сути, қызық емес, келе ма, келмей ма, просто халықты ұйымдастыру үшін. Обласпейді. Енді ана 3-ші сериалы художественный фильм қашан шығар екен? Қандай? Енді Бешімбаевтың киносы бітті, Шерзаттың киносы бітті. Енді 3-ші серия шығу керек қой. Соғыс болып саған бауырым. Барып бір нәрсе жеп қайтам ау деймін, походу. Оған кетчек. Иә. Братан, как Ахимат поставили, да, братан? Ау? Заходили к нам. Чё тебе там, Облязов деньги платит, да? Больше всего меня это раздражало. А сейчас я им, всем доказал, мы всем доказали, что мы наоборот, бабки ему передаем. Помнишь, еще был видос, короче, где там, они БТА-банк когда отжали, они там говорили, что он там через офшорные компании, там, схемы вывел, короче, там, 10 миллиардов долларов, туда-сюда, блин. Я этот видос недавно нашел, наткнулся, думаю, капец они, по идее, правдоподобно врали народу. Я думал, ну, если вывел, то красавчик, что я думал, если на самом деле вывел. Базаров нет, красавчик, значит, за эти бабки, я думал, сейчас, революцию замутит, думал, сам, да? Я-то это, как бы официальной информации, официальным источникам в то время-то как бы более-менее доверял, да? Я думал, красавчик Облязов, если вывел бабки. Он еще, никому не должен остался, еще и бабки вывел, при своих остался, думал. Я как хорошо поступил, думал. А оказалось, что наоборот, они... пиздели все про него. Что он там вывел. А так я доволен был на самом деле, что он вывел бабки. Я думал, сейчас за эти бабки, замутит Облязов революцию, Наши казахи же продажные, думал,
Красавчик, думал, все, бля, революция неизбежна, бля, бабки есть. Какой там, блин. Оказалось, не оказалось, да? Да, я надеялся, я думал, блин, красавчика, бля, если так получилось у него сделать. А видишь, это все, оказывается, блядь, пидорасы конченые они. Взяли, блядь. Ну, действительно, на самом деле, если бы у меня свой собственный банк был, зачем мне в офшоры нужно выводить деньги, зачем мне красть со своего банка, я вообще не понимаю, да? Это вот если бы я чувствовал, допустим, что Назарбаев, блядь, хочет у меня отжать этот банк, вот тогда бы я начал, бля, выводить эти деньги по логике вещей. Ну, а, бля, Айдынаған досы бар ма, Арман деген, батыстан диван партиялар. Ол досым емес, ол хайуан ол. Маған жақсыларды дос қылсаңшы, жамандардың керегі жоқ. Алеке. Мен білесің ба мына этот, почему, за что меня в глаз побили-то, знаешь, братан? Из-за Серикжана Бляша же. Я, блядь, с ним ни разу не встречался, блядь, а фингал, блядь, получил. Так что от меня ему салам загони. Секе знает? Ты позвони ему, скажи, Секе, вот я получил. Да, из-за ты тебя. Номер дай ему. Дай ему номер. Он же не берет трубку, я же звонил к нему, братан. Понятно. Жаңа телеграм каналы бар ғой, соны жазып жібермейсің бе? Сіз жазып жіберіңізші, мен оған қанша рет талай жаздым. Менсінбейді ол мені, ше? Менсінбегенде ол ғалым. Ол ана көп сенбейді да. Несін маған сенбейді, мен уже, блядь, қаншама жыл болды. Сайрап жүрген. Кімге сенеді маған сенбегенде? Що, соның ана, соған тұрам деп, фингал алдым ғой. Айтты ғой маған ана, пидор. И сен ана, китайский, блядь, шпионды білесің ба деп. Мен білдім о Серикжан Бляш туралы айтып жатқан. Қайсы Серикжан Бляш па деп сұрап едім. Иә, сол ғой дейді. Соншалықты жек көрді мына Серикжан Бляшты. Бәріміз білеміз ғой, оның аты жөнін бәрін. А ол, блядь, пренебрежениемен айтты да. Сонсы маған пиздец ұнамады да. Пошел ты нахуй, дедім да. Долбоеб, блядь. Нахуй пошел отсюда, дедім да. Сөйтіп перегесіп қалды. Сонымен ол табылмады ма? Блин, ну, там, который этот, прессинг вот этот вот, 61-й прессинг, все на него, оказывается, жалуются. Вот. Посмотрим, көреміз енді. Ну, там со мной же ничего тяжкого не случилось. Синяк, который уже прошел давно. Они, наверное, вряд ли что-то будут делать вообще, я так думаю. Потому что қаншама уақыт өтті, әлі бостандықта жүр анау жігіт. Я бы на твоем месте выбил бы деньги, $100 000, и отдал бы, перевел бы в оппозицию. Там они стали бы $10 миллионов, я на эти деньги открыл бы несколько школ для детей аутистов. Эх, молодежь, учить вас надо, да? Братан, на это нужен адвокат. Я адвокату звонил. Они говорят, мы за это дело не возьмемся, говорит. Почему? Ну, типа там адвокаты, они берутся за большие дела, короче, такие, где можно хороший куш сорвать. А здесь куш не сорвешь, здесь его только можно посадить. Адвоката нанимать это бабки стоит. Я же читал закон. Это называется там, легкое, как бы, ну. Тебе должны предоставить государственного адвоката бесплатно. Ну, это, наверное, после того, как меня вызовут туда. Ну, заранее ты можешь позвонить туда, сказать, мне нужен адвокат.
и переводчик на русский язык. Тебя должны предоставить государственные. Ұлт сатқындары ғой, аяудың керегі жоқ. Накайсы етіп жібер әкесін ап. Қай жағынан болмасын. Да, и тебе должны дать бумагу, какое обвинение ему выдвигают. И согласен ли с этим ты. Если не согласен, ты добавляешь осындай болды деп. Жаңағы суд экспертизаны бересің, данныйларды сол жақ обвинение қосады, потом оған береді. Ты согласен деп. Если он скажет нет, он тоже имеет право на адвоката. Барасыңдар, адвокатпен сөйлеседі. Сенде доказательством бәрі бар ғой енді. Вот. Жаңағы нанесение вред здоровью. Да, не бар ода. Братан, все правильно. Ты мыслишь? Все правильно. Я попробую что-нибудь сделать. Накажи, не жалей. Онда шакалдарды. Басқалар естиді да просто. Если он организатор каких-то там движений, осы жақта, в Чикаго или Нью-Йорке, басқалар естиді, что с ним случилось. Сені сұрайды, там, не болды туда-сюда, за что разговор. Когда будут уточнять, увидят, что почем, да? Что Да. так делать нельзя. Да. Көттерін қысып жүреді. А то чересчур они здесь ходят, типа патриоты, обращение жасасаң, провокатор, бля, деп шығады мысалы, да? Они должны понять вообще, кіммен жүргенін. Еще черттар кездеспейді ғой. Мен қазір шығып кеттім группалардан. Бұрын группада отқан кезде звондайды маған, жазатын. Бүйтіп жүрем, сөйтіп жүрем. Айтатын, давай, кел. Адресімді айтпаймын. Примерно сол районды айтамын, чтобы адреске келмес үшін. Қай уақытта келесің, заранее звонда, мен сені сол жерде күтіп аламын деп. Ешкім келмейді ғой, черттар. Время деньги здесь, братан. Никто не хочет время свое тратить на ерунду. Ну, я так полагаю, большинство боятся просто кездесуге. Келіп көрсін. Здесь много факторов играет роль. Одно на другое ложится, понимаешь? Просто экранның ар жағынан отырып, адамдар аузына келгенін оттап, үйреніп қалғанша, безнаказанность. То есть, қазір сен боқтайсың да, шығып кетесің и все, забыл. Мысалы ше? Ага. Мен ондай нәрселерді онша ұнатпаймын да. Да. Если мен біреуге не істейтін болсам, угроза жасайтын болсам, мен соны до конца апаруға тырысамын. Бірақ мен угроза жасамаймын да, ешкімге ше, ладно деп қоя салмай все. Смотри, моя машинка чистенькая, красивенькая. Обожаю приусы, братан. Приус самая лучшая машина. Но когда я стану премьер-министром, Девхуянь. Не дай бог. Братан, я буду диктатором, бля. Я крематорий в каждом городе построю. Кто против меня пойдет, бля, все нахуй. На органы и в крематорий, бля. Бәрі әйтеуір. Я конституцию поменяю. Новый диктатор будет у вас. Облязов большую работу проделает, а меня выберите, я, блядь, сразу все нахуй. Распущу парламент, блядь. Своих сторонников соберу. И все, блядь, начнется, блядь, гражданская война со своим населением. Если мы соберем, не если, а когда мы соберем парламент, это будет самый сильнейший парламент в истории Казахстана. Вот этот первый. В 2026 году, скорее всего. Туда придут самые такие отчаянные люди, активисты. Самые отчаянные. Меня возьмете в парламент? Ну, халық таңдау керек қой, ты должен выдвинуть кандидатуру, программу. Еще лучше, если от какой-то партии, там, от Ажуртала Казахстан, или там свою партию создай, программу сделай, блогеров попроси, чтобы они рассказали. Если тебя выберут... Братан, я буду, братан, партию ДВК возглавлять. Мне этого хватит. У меня уже есть партия. ДВК называется.
внедрюсь в эту партию, типа за них, а потом, блядь, диктатуру как залеплю им, блядь. Небір активистер келеді парламентке. Ты будешь рад, что ты там жив остался. Каждый день будешь радоваться. Если тебя выберут премьер-министром, ты будешь каждый день, уходя с работы, будешь радоваться, что живой остался. Активистер жан-жағынан талаған кезде, ну, сейчас активисты, в будущем депутаты же. Ты просто будешь счастлив каждый день, что жив остался, да? Да. Люди просто не представляют себе настоящие депутаты, какие вообще бывают. Біздің анау жирный таракандарды көреді де ойлайды сондай болады деп депутат ше. А на самом деле депутат это боец, қой, кәдімгі боец. Он морду может набить тебе, и по жизни может рассказать. О, братан, я теперь буду говорить. Хотите выйти со мной на ринг, либо, блядь, в парламенте давайте покланять. В парламенте не страшно, братан? Айдын аға ұйқы жоқ па сізде? Жоқ, мен тыңдап отырмын сендерді. Ұйқы бар ғой, Назарбаевтың 2 сиыры бар демекші. Негізі 2 сиыр. 2 сиырмен адам сүре алады ғой, это өмір. Действительно, 2 сиырмен, блядь, біздің қазақ өмір сүре алады ғой, на самом деле. Юрту ему дай, блядь, 2 коровы дай, все, блядь. Все пиздец. Енді Аллаға шүкір деп отырады. Аллаға шүкір деп, да. Біздің елбасы юрта берді, 2 сиыр берді деп. Сөйтіп отыр ғой бәрі. Саясатта неміз бар, не шаруамыз бар. Тәуба бар ғой деп. Да, не деген адамдар бізде. Вот дом моей мечты, вот дом моей мечты. О таком доме я мечтаю. Открыто жить, свободно. Заборы все уберем. Заборов не будет. Все будут открыто жить. В парламентской республике. Продумано, все сделаем. Дороги, все. Капец, я думал, никогда курить не буду. Закурил здесь. Ладно, что же, Иктер, давайте завершаем эфир. Рахмет за лайки. Ну, давай. Все, хопчик, давайте. Қайырлы түн, аха. Машинеңді жұмысты қойын, рахмет айтпайсың ба? Если что, я сейчас Son of Teachers выйду в эфир. Посмотрим, там какой этот ажиотаж будет. Там тоже движняк есть. Курейк Каср. Еще.